Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен дәмді әрі пайдалы балықтың уылдырығынан жасалатын керемет дәмді котлеттердің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге балықтың уылдырығы қажет болады. Менде карас балығының уылдырығы шамамен 300 граммдай уылдырық шықты. Біз уылдырықты жуып, тазалап, шанышқының көмегімен араластырып, артық шектерінің барлығын алып тастаймыз. Үстіне бір жұмыртқа қосып, дәміне қарай тұз қосасыздар. Менде 300 грамм уылдырық болғандықтан бір ас қасық ұн қостым. Егерде мөлшері көп болса, уылдырығыңыздың 3 ас қасық немесе 4 ас қасық ұн қоссаңыздар болады. Барлық қоспаны қосып болдық. Енді шанышқымен араластырып, бізде массамыз қоюлануы қажет. Табаға күнбағыс майын құйып, жай отта уылдырығымызды қасықтап құйып пісіріп аламыз. Енді міне қарасаңыздар, жан-жағының барлығы қызарып, сарғыштанып, ортасы қоюланған кезде котлеттерімізді кері аударып, екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Әсіресе мұндай котлеттер балдарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Сонымен қатар достар, менің арнамнан шиқарынан жасалған ерекше котлеттердің рецептісін таба аласыздар. Ол үшін жоғарыдағы сілтеме арқылы арнама өтіп, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рецепттер ұнап жатса, лүпіл басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Жылдам әрі тез оңай дайындалатын біздің пайдалы котлеттеріміз дайын болды. Нағыз күз мезгілінде таптырмас пайдалы тағам ретінде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.